Америкадағы гифт карттар жайлы ақпаратқа тоқталып кетейін. Мына гифт карттардың барлығы мысалға шамамен бір 3-4 қатардан тұр. Бұл жерде барлықтары бар: киім дүкені, азық-түлік дүкені, магазиндер, канал, видео каналдар, ойындар деген сияқты. Осы гифт картаға байланысты қызықты ақпарат етіп кетейін. Жақында жаңалықтардан шықты. Халықтар сатып алған гифт карталардың құны $21 миллиард. Яғни Америка халықтарының қазір қолданбай жүрген гифт карталарының құны $21 миллиард. Өте көп, иә, міне осындай әртүрлі, даже пиццерия, кафелер, мынау радио тұр, мына жерде Netflix тұр, каналдар тұр, кинотеатрлар тұр, барлығы осы гифт карталардікі. Мысалға, мына жерде даже киімдер, уақытша ақша жіберетін